Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгінгі біздің подкастымыздың тақырыбы мамандықты өз қалауынсыз таңдау жастар арасындағы өзекті мәселе. Осы тақырыпты алып, өзара ой бөлісіп, ақылдасып, сөйлесіп, өзіміздің ойымызды ортаға салып талқылап көргіміз келіп отыр. Және де неліктен біз бұл тақырыпты алдық? Бұл тақырып бізде қазір жастар арасында әлі күнге дейін самый актуальны тақырыптардың бірі болып келе жатыр. Өйткені қазір жасөспірімдеріміз бізде әлі толыққанды ақыл ойы тоқтатылмаған, әлі бала бейнесіндегі енді мектепті бітіріп жаңа өмірге қадам басайын деп жатырған жастарымызға өте көптеген қысым көрсетіледі. Яғни ата-ана тарапынан, достары ортасынан, тіптен мектептегі мұғалімдер арасынан да көптеген қысымдар көрсетілуі мүмкін. Яғни сен ол саланы алып шыға алмайсың, сен ұбт-да құлайсың, осы уақытқа дейін оқымаған сабағыңды сен бір жылдың ішінде, болмаса 5-6 айдың ішінде алып кете алмайсың деген сияқты бала өзі ұбт тапсыруға қорқып жүрген кезде сондай көптеген қысымдар, көптеген сөздер баланы одан сайын қорқытады да өзі қаламаған мамандыққа түсуге, қаламаған сабақты оқуға мәжбүрлейді, қыстайды. Және де адам өзі қаламаған саланы таңдағаннан кейін оны оқығысы да келмейді, оған дайындалғысы да келмейді. Гаухар, мен сенімен келісемін. Негізі қазіргі таңда көбінесе жаңағы ата-ана тарапынан қоғамның қысымымен балалар өзінің жаңағы жаны қаламаған мамандықты таңдап соған түседі. Көбінесе енді біздің бұрынғы адамдардың көзқарасымен дейінші, бұрынғы адамдардың көзқарасымен қыздарға көбінесе жаңағы медицина мен мұғалім мамандығы жаңағы сәйкес келеді деп, сол қыз балаға өте жақсы мамандық деп қыздардың жан қалауын тыңдамай сол мамандыққа түсіреді. Енді әр жаңағы адам өзінің жаны қалаған мамандыққа түспегеннен кейін ол жаңағы университетте де жақсы оқымайды деп ойлаймын, және өзінің жаңағы мамандықта биік белестерге жете алмайды, және жақсы маман иесі бола алмайды деп ойлаймын. Бізде көптеген отбасыларда және де тек қана қыздарды оқыта береді ғой, қыздар оқысын, сен оқы, сен ер бала емессің ғой, сен қыз баласың, саған ұят болады, саған оқу керек деген сияқты көптеген андай жаңағы әке тараптан болсын, ана тараптан болсын айтылатын әңгімелер бар да. Және де қыздарды оқытады да, бірақ ең соңында 11-ші сыныпқа келген кезде, мамандық таңдайтын кезде оның ой санасымен, ақылымен ешкім санаспайды да. Ал соңында балдар қылып кетеді, яғни ол екі қолға бір күрек табады дейді да, баланы оқытпайды, ал қызға көп көңіл бөлгенімен оның қалауымен санаспайды, оның қалауымен санаспайды да, барады да медицинаға барып түсіреді, болмаса жаңағы мұғалімдікке, бастауышқа барып түсіреді. Әйтеуір бір айлығы бар, әйтеуір таза жерде жұмыс жасайсың, жақсы жер ғой деген сияқты. Солай өздерінің бұрынғы мысалы үшін біздің ата-аналарымыз, например, мұғалім болғысы келді, және де өзі бола алмағаннан кейін, өзінің ол кездегі мүмкіндігі болмағаннан кейін, өзінің жабылмай қалған гештальтын жабу үшін баланы сол мамандыққа түсіруі мүмкін да. Ал бала ол салада оқығысы келмеуі мүмкін, ол мүмкін стилист болғысы келген шығар, мүмкін переводчик болғысы келген шығар, оны қаламайды да, ол жағымен сынаспайды. Барады да өзінің қалауын жасап, жаңағыдай мен не айтсам сол болады деген сияқты ұстаныммен де түсіріп жіберуі мүмкін. Сонымен қатар қазіргі көп отбасыларда дәстүрлі көзқарас деген ұғым бар. Мысалы ретінде мен өзімнің отбасымды алсам болады. Мен осы 9-шы сыныптан бастап маған ата-анам жаңағыдай сен ағылшын пәні мұғалімін оқисың, сол мамандықта жұмыс істейсің деп кәдімгідей мен миыма құйып қойды. Бірақ мен өзі мектеп кезінен химия пәнін қатты ұнаттым. Химия пәнінен жаңағыдай олимпиадаларға қатыстым. Бірақ оған менің әкем қарсы болды. Мұғалім ол өлмейтін мамандық, қыз баласына жарасады деп жаңағы айта кеткендей. Солай айтты. Және де жалақысы көп, тұрақты, сенімді жұмыс деп айтты. Мен жарайды дедім. Енді ата-анамды тыңдаймын ғой бәрібір де. Сол ағылшынға 2 жыл дайындалдым. Частный мектепте оқыдым. Бірақ ойымдағы балды жинай алған жоқпын, грантқа түскен жоқпын. Мені ақылы түсіргісі келді әкем, бірақ мен оны қалған жоқпын. Ертең мақұл, мысалы сол ағылшын пән мұғалім мамандығын оқиын, бірақ оның сессиясы бар,
тағы да бөжі бар. Мен оларды мысалы сессиядан құлап қалуы мүмкін деген сияқты одан сайын көп шығын болып кетеді деген ой болды. Және өзім қаламаған мамандықта мен оқығым келген жоқ. Солай мен енді грантқа түспегеннен кейін, балым жетпегеннен кейін тұрдым да енді не істерімді білмей қалдым. Одан сайын стресске түсіп кеттім. Соңында болған жағдай жаңағыдай балым қай мамандыққа жетті, сол мамандыққа оқуға түсе салдым. Мысалы ретінде ше. Яғни соңында да бәрібір өзің қаламаған мамандыққа өзім қаламаған мамандыққа түстім. Бірақ енді бұл мамандықта да жаман демеймін. Енді басында қалаған жоқпын, бірақ қазір мысалы сәл қызығушылық болып жатыр. Андай ашылады ғой өзі адам оқи келе. Неше түрлі тілдерді меңгеріп жатырмын. Неше түрлі қызық сабақтарды оқып жатырмыз. Өзімді басқа жағынан ашып жатырмын деп айтуға да болады негізі. Мен негізі басынан бастап мұғалім болғым келмеген ғой. Сол үшін қаламадым да ағылшынды ше. Енді тағы не айтсам болады. Мен енді түсінемін да, осы тақырып маған сол үшін сәл жақын. Өз еркіңізді таңдау деген сол айтқым келгені. Яғни қазір осы тұста біз Қарақаттың енді өзінің оқиғасын айтып жатыр ғой. Мысалы үшін Қарақат химия биологияны таңдап, мысалы үшін дәрігер болғым келді. Дәрігер болғысы келді, бірақ ата-анасының таңдауы мүлдем басқа болды, мұғалім болу. Яғни енді Қарақат өзінің таңдауын былай ысырып қойды да, ата-анасының таңдауымен жаңағыдай ағылшын тіліне дайындалды. 2 жыл уақыты кетті. Енді частный мектепке барып оқуда ол біраз қаражатты талап етеді ғой, біраз қаражат та кетті оған. Ойында енді ұбт-ны бірінші рет тапсырайын деп отырғаннан кейін, тем более ата-ананың да үміті тұрған соң, ода көптеген қорқыныштар болды да. Өзінің таңдауын былай ысырып қойып, ата-анасының таңдауын жаңағыдай қолдап, сол саланы оқыды, дайындалды, бірақ өзінің де қалағанын айта алмады, ата-анасының да қалағанын айта алмады да. Соңында дым шықпады, иә. Соңында енді ұбт-ға где-то 1-2 ай қалған кезде оны, мысалы үшін, ол мамандықтан ауысасың ғой, одан кейін сен басқа салаға уже дайындалуға ешқандай уақытың жоқ, жетпейді, нағыз ұбт келе жатыр. Одан кейін әлі 25 май мектеп бітірудің өзінің атмосферасы бар, оған дайындалу керек. Содан кейін барады көптеген оқушылар жаңағы неге барады, шығармашылыққа ауысады. Жаңағындай Қарақат сияқты қайсысына өзінің балы жетіп тұр, соған барып түседі. Көбінесе ер балалар барады физкультураға түседі, ал қыз балалар бірі физкультураға түссе, бірі біз сияқты теологияны таңдауы мүмкін. Бірі қалап таңдайды, біреуі жаңағыдай балы жеткендіктен таңдайды. Иә, мен жаңағы жазда қабылдау комиссиясында жұмыс жасадым ғой, жаңағы студенттерді, будущий студенттерді қабылдадым. Сол кезде көбінесе жаңағы студенттер өздері қалаған мамандыққа 5 пәндікті таңдап тапсырады, бірақ онымен жаңағы шекті балды ала алмайды, или жаңағы грантқа түсе алмайды. Содан кейін шығармашылыққа жаңағы балдар жеткеннен кейін шығармашылыққа тапсырады, бірақ оның өзінде жаңағы өзінің ішкі қалауымен емес та, балы жетпегендіктен амалдың жоқтығынан сол жаңағы шешімді қабылдайды. Бірақ білмеймін мен олардан қандай жақсы маман шығатынын. Енді жаңағы Қарақат айтып отыр ғой, жаңағы қаламай түстім, бірақ жаңағы оқи келе өзімнің жаңағы қызығушылығым ашылып жатыр деп. Солай енді оқи келе қызығушылықтары ашылып, жақсы маман иесі болуы мүмкін. Иә, осы орайда мен өзім осы мамандыққа қалай түскенім жайлы айтып кетсем, бұл дінтану мамандығында мен өзім қалап түстім. Бұл шешімді қабылдау өте қиын болды. Сонымен қатар мен бұл мамандыққа түсу үшін бала кезден осы бағытта өзімді ары қарай дамытқым келді да. Сонымен қатар мен ата-анаммен ақылдастым, өзімді дайындадым және көп дайындалдым десем де болады. Мен де басқалар сияқты шығармашылықты таңдап, жаңағы ұбт тапсырдым. Ұбт тапсырған кейін грант жетпей қалды, грантқа түспей қалдым. Бірақ университетіміздің арқасында квотаға түстім. Квотада дайындық курсында 1 жыл түрік тілі және ағылшын тілі сияқты 2 жаңағы тілдерді жетік меңгердім деп айтсам да болады. Осы жаңағы дайындық курсында оқу бұл мен үшін де бір өмірге деген бір тәжірибе болды деп есептеймін. Енді сол жақта 1 жыл оқып келгеннен кейін өзім енді университетке келіп осы мамандықты ары қарай жалғастыра бастадым. Ары қарай университетке келу мен үшін бір үлкен тәжірибе болды және жаңа орта болды, жаңа білім берді десем де болады маған. Бұл мамандық мен үшін жай ғана бір ары қарай қаламай түскен мамандық емес, ары қарай өзімнің жүрек қалауым болды, өмірлік таңдауым болды деп айтсам да болады.
мен тағы бір нәрсе қосып кетейінші. Мен жаңағы грантқа түспей қалдым ғой, ағылшынға дайындалып. Сосын менде мынандай 2 вариант болды. Бірі осылай өзім қалаған жаңағы балым жеткен мамандыққа түсіп оқу, немесе келесі жылға қалып, өзім қалаған мамандыққа қайтадан дайындалып, келесі жылы түсу деген 2 вариант болды. Бірақ енді мен келесі жылға қалып, жаңағыдай өзіме кішілермен оқып, ондай қалаған жоқпын. Бірақ енді босқа кетті ғой енді. Сосын ата-анам жаңағыдай солай вариант қойды да маған. Жаңағыдай жарайды енді химияңа дайындалып тағы 1 жыл солай грантқа түс деді. Сосын мен ойландым кәдімгідей, бірақ енді тағы да 1 жыл қалып дайындалып, тағы да түспей қалсам не болады деген ой болды да. Менде бәрібір мен минусқа кетемін ғой деген нәрсе болды. Қазіргі жастарда мысалы ол нәрседе проблема болып жатыр да. Жаңағыдай тағы 1 жылды қалып дайындал деген сияқты ше. Сонда айтып кетек болады негізі. Сол үшін негізі ата-аналарға айтарымыз, жаңағыдай, если сіздер балаларыңыз қаламай тұрған мамандық болса, оған күштемей ары қарай еркіндік беру керек балаға. Өзі неге қызығып тұр, сол мамандықты оқытып, соған түсіру керек. Ол қаламаса ештеңе болмайды. Адамның өзі қаламай тұрса ештеңе болмайды. Ертең ол мысалы жарайды оқысын, бірақ ертең жұмысқа тұрған кезде де ол жұмысына да немқұрайлы қарайды. Бізде қайдан күшті мамандық иелері шығады десе, немқұрайлы қарайтын болса, осылай қаламай таңдап түсетін болса деген сияқты ғой. Және кішкентай кезден бастап жаңағы баланың жан қалауын аша білу керек деп ойлаймын. Жаңағы баланың не қалайтынын біліп, сол бойынша бағыттау керек. Мысалы, көп адамдар бар ғой қазір, жаңағы оқымайды, жұмыс істемейді, өздерінің не істейтінін білмейді да, мына өмірде оқуға қызығушылық жоқ, жұмысқа қызығушылық жоқ. Әшейін жүрген адамдар бар ғой. Сондайларға жұмыссыздық көбейеді. Және көбінесе мысалы үшін көптеген қыздар кейде 9-дан да шыққысы келіп жатады. Кейде біреулер енді 11 бітіремін дейді, біреулер 9-дан шығамын дейді. Сол кезде именно қыз балаларды көптеген ата-аналар 9-дан шығармайды негізінде. Қыз баланың 11 бітіргендігі дұрыс деп, және де қарақат айтып жатсың ғой, 1 жыл уақыт тағы да берді, там химия биологияға дайындалып, одан кейін ладно соған түс деп. Бірақ сен если оны қаласаң, сен оған жақсылап дайындалып қайтадан түсуіңе болатын еді да. Бізде бірақ одан кейін мұғалімдерден де келетін әңгімелер бар, туысқандардың да айтатын әңгімелері бар, жаңағыдай. Мен содан салмай қалыпты ғой қызы деген сияқты. Одан да платно оқыта салмай ма, қайтадан дайындалып қызып жүрмей, уақытын құртып деп. Ой, бұл болды, мектеп бітірді, бұл тағы да 1 жыл дайындаламын деп жүргенде ертең тұрмысқа шығып кетеді деген әңгімелер болды негізі. Мен сол үшін енді өзім балым жеткен мамандыққа түсе салдым. Бірақ енді жаңағы қазір дінтануда оқып жатыр, қызығушылығым ашылды деп жатсың ғой. Енді жаңағыдай ол бізде қызығушылық ашылу ол студенттің өзіне де және де сол жақтағы оқытушыларға да тікелей байланысты ғой. Сенің қызығушылығың ашылғанмен басқалардың тіптен өзі етак қаламай түскеннен кейін тіптен бездіртіп жіберуі мүмкін да. Кейбір оқытушылар жаңағыдай мен сен сессиядан өзі бірінші келіп тұр, әлі перваш ешқандай нені білмейді, жүйені білмейді, сессияны білмейді, рубежканы білмейді, келеді, мен сені стипендиядан құлатамын, сессиядан құлатамын, мен сені өткізбеймін, ретаға қалдырамын деген сондай базовый сөздермен келеді, студенттер қорқады. Олардың ойларынша мүмкін мен солай давить етсем, ол арқарта оқуы мүмкін, алып мүмкін деп ойлайды да, алып кетуі мүмкін деп. Бірақ ол студент оны ары қарай алып кете алмауы мүмкін да. Еще наоборот, ол стресс болады студентке. Бірінші сессия тапсыру деген ол тіптен бірінші ұбт тапсыру сияқты қиын ғой. Бізге мектеп кезінен айтып келе жатады ғой. Ертең сендер ұбт-дан қорқып жатсыңдар, ертең универге барғанда сессия деген ол ұбт-дан да қиын деп бізге әбден құйып тастаған ғой. Сол үшін енді бірінші түскен кезде солай қатты қорқып қаласың да, мына жақтан тағы оқытушылар келіп, енді біз барлығы бірдей емес, енді бірақ арасында сондай оқытушылар болып қалады. Осы енді подкасттан бір түсінеріміз жаңағыдай ата-аналар өздеріңіздің балдарыңызға жаңағыдай таңдауға негізі құқық беру керексіздер, ерік беру керексіздер. Ол баламен ақылдасу керексіздер. Сен қандай салада өзіңді дамытқың келеді, қай салада өзіңді көргің келеді. Бәрібір өзінің қалауымен өмір сүрген бала ертең бір жерді болмасын жарып шығады ғой, бір белестерден көрінеді. Мүмкін өзінің саласының алды болуы мүмкін. Ол қазір ешқандай бір қатып қалған қағида жоқ.
бұрындары болған шығар, енді мұғалімдер қана жақсы жалақы алып солай жұмыс жасаған, олардың енді көргендері бөлек шығар. Қазір дамыған заман, қазір көптеген мысалы үшін телефонмен де жұмыс жасап табыс табуға, блогер болуға болады, табыс табуға болады. Көптеген қазір универ оқытпайтын да мамандықтар бар ғой, таргетолог, SMM, жақсы ақша табады, соларды да жұмыс істеп. салонный сферада өзін дамытуы мүмкін да. Ол адамға көптеген қабілет беріп қойған ғой. Негізі ол бірінен құласа, бірінен әйтеуір бүйтіп бір жерді жарып шығуы мүмкін. Сол себепті баламен жақын болып, балаға жаңағыдай сырласып, әңгімелесіп, өздеріңіздің ақылдарыңызды айтыңыздар, өздеріңіздің ақылдарыңызды айтыңыздар, өздеріңіздің таңдауларыңызды жасатқызбай, өзінің таңдауын жасаған бала ертеңгі күні әйтеуір өміріне риза болып, өзінің мамандығына риза болып, солай жақсы маман иесі болып шығады, универді жақсы бітіреді. Жұмысқа да кәдімгідей кіріп кетіп, өзінің ынтасымен жұмыс жасайды. Қалауымен жұмыс жасап, жақсы өмір сүреді. Өзінің қалауын жасаған адам жақсы өмір сүреді ғой негізі. Болашағы жарқын болады деп айтсақ та болады. Қалауынсыз жүрген адамдар жаңағыдай просто ішінде бәрібір бірден болып тұрады ғой. Біздің подкастымыздан өздеріңізде біраз ой түйдіңіздер деп ойлаймыз. Енді ертеңгі күні осы подкастты көріп отырған әрбір адам болсын, ата-ана болсын, жастар болсын, осы біздің әңгімемізден айтқан оқиғаларымызды тыңдап, өзінің бір дұрыс таңдауын жасайды деген ойдамыз. Бүгін сіздермен подкастта болған Нұрғали Нұрдана, Жолдасхан Арайлым, Жұмаділі Қарқат және де мен Көшербай Гаухар бізге осындай өте ерекше тапсырма беріп, бізді жаңа қырынан ашып, осындай бір өзіміздің ішіміздегі қалып кеткен травмалар дейді ғой, бір әңгімелер, жаңағы оқиғалармен бөлісуге мүмкіндік берген сіздерге үлкен рахмет. Барлықтарыңызға рахмет айтамын және де қош сау болыңыздар.